Құрметті үйренуші, бүгінгі грамматика сабағында біз to be тақырыбын өткеніміз үшін to be мен жүретін сөздерді өтетін боламыз. Яғни vocabulary бөлімі бұл. Бұл бөлімде біз жаңа сөздер жаттаймыз, немесе сол сөздердің сөйлемде қолданысын үйренетін боламыз. Бүгін сіздерге jobs and feelings тақырыбында сөздерді үйрететін боламын. Jobs деген ол жұмыс деген мағына береді, feelings деген адамның күйі, жағдайы деген мағынаны береді. Ал енді jobстан бастайық. Бірінші үйреткім келетін сөз dentist. Dentist дегеніміз тіс дәрігерін айтады. Dentist. Енді қараңыз, to be мен қалай жүреді? Мысалы, мен тіс дәрігермін. I am a dentist. Енді менің әкем тіс дәрігері болса, my father is a dentist. Енді осы жерде сұрақ пайда болады. Неге is болды? Өйткені my father дегеніміз ол he, яғни ол. Сол үшін де my father is a dentist. Егер менің ата-анам тіс дәрігерлері дейтін болсақ, my parents, ата-ана деген parents болады. My parents, to be не болады? Is ба, are ма? Are болады. Өйткені ол жерде көптік болғанда to be are болады. My parents are dentists. Түсінікті ғой деп ойлаймын. Енді үйреткім келетін екінші сөз engineer. Не үшін engineer деген сөзді үйреткім келеді? Өйткені ол дауыстыдан басталады. Естеріңізде болса, дауыстыдан басталатын болса, алдында N болады, an engineer болады. Яғни былай болады. Мен инженермін. I'm an engineer. Яғни мен инженермін. I'm an engineer. Енді біздер инженеріміз, яғни біз инженерімізді көптік мағынада айтатын болсақ, we are engineers. Неге несі түсіп қалды? Артикль түсіп қалды. Өйткені артиклін түсіп қалудағы себебі ол көптік мән. Көптік мән болғанда артикль болмайды. Соны есте сақтайық. Яғни an артиклі болмайды. Соны есте сақтайық. Үшінші үйреткім келетін сөз journalist. Journalist дегеніміз журналист деген мағынаны береді. Journalist, журналист, Мысалы, ол журналист деп ұлға байланысты айтатын болсақ, he is a journalist. Яғни ол журналист деген мағынаны береді. Төртінші үйреткім келетін сөз lawyer. Lawyer дегеніміз заңгер деген мағынаны береді. Lawyer. Мысалы, мен заңгерім деп айтатын болсаңыз, I'm a lawyer. Яғни менің ағам заңгер дейтін болсаңыз, my brother is a lawyer. Яғни менің ағам заңгер деген мағынаны береді. Одан кейінгі үйреткім келетін сөзім policeman. Policeman дегеніміз ол полицейский деген мағынаны береді. Осы жерде бір үйреткім келетіні, негізі ағылшын тілінде сөздер жынысқа байланысты бөлінбейді, әйел ер деп, бірақ белгілі бір сөздер ғана бөлінеді. Сол сөздердің біреуі осы сөз. Яғни ер адам полицейский болатын болса policeman, егер әйел адам болатын болса policewoman. Осыны есте сақтаймыз. Тағы да бір дәл осындай сөз, яғни ол күтуші деген мағына, официант деген мағына, ол болатын болса официант waiter, егер қыз болатын болса waitress, қыз болатын болса waitress, ол болатын болса waiter. Яғни ол сөз күту сөзінен шыққан. Яғни ағылшын тілінде күту деген wait деген мағына береді. Енді күтуші дейтін болса waiter, егер ұл болатын болса, егер қыз болатын болса waitress. Жазып алуды ұмытпаңыздар. Келесі үйреткім келетін сөз жүргізуші, яғни водитель деген сөз. Яғни ол жүргізуші деген driver. Мысалы, мен жүргізушімін десеңіз, I'm a driver. Мен жүргізушімін. Егер John жүргізуші дейтін болсақ, John is a driver. Бағана to be тақырыбында өткем. Егер адам аты біреу болатын болса, ол кезде is қоясыз. Егер көптік мән болатын болса, аны қоямыз. Естен шығармайық осыны. Actor дегеніміз, яғни актер деген мағынаны береді. Бұл да дәл сондай сөз, яғни жынысқа байланысты бөлінеді. Егер ұл адам болатын болса, актер, егер актриса болатын болса, қыз болатын болса, actress. Actor ұлға байланысты, actress қызға байланысты айтылады. Келесі үйреткім келетін сөз құрылысшы. Құрылысшы дегеніміз builder. Builder дегеніміз құрылысшы. Құрылысшы. Яғни көп адам осыда қате оқиды. Builder деп, басқа деп, оның дұрысы builder. Одан кейінгі үйреткім келетін сөз receptionist. Яғни reception дегеніміз ол reception, яғни мысалы қонақ үйлерге баратын болсаңыз, қабылдау орнында тұратын адамдарды receptionist деп айтады. Яғни reception деп айтады. Receptionist. Соны есте сақтайық. Достар, бұл мен сіздерге үйреткім келген, яғни jobs, яғни жұмысқа байланысты сөздер болатын. Енді қазір адамдардың күйлеріне байланысты, жағдайларына байланысты сөздерді үйретемін. Бірінші үйреткім келетін сөз hungry. Hungry дегеніміз аш деген мағынаны береді. Егер біреудің қарны аш болатын болса, есте сақтайық. Бұл күйге, яғни адамның күйіне байланысты, жағдайына байланысты сөздер, олар сын есімдер. Сын есім болғаны үшін артиклсіз жүреді әрқашанда, артиклсіз жүреді. Егер жалғыз жүретін болса, мысалы, менің қарным аш десе, I am hungry.
Не үшін болмайды? Өйткені бұл hungry сын есім. I'm hungry. Яғни менің қарным аш деген мағынаны береді. Енді қараңыздар, сіздерге жаттауға оңай болу үшін hungry сөзінен кейін angry сөзін үйреткім келеді. Angry дегеніміз ашулы деген мағынаны береді. Осы жерде жаттап алу үшін мына нәрсені, екеуін шатастырмау үшін мына нәрсені есте сақтаңыздар. Angry деген адам басалғаны үшін, яғни ашулы. Ал hungry дейтін болсаң, қалға келеді ғой енді. Қарны аш дегенге келеді да, яғни hungry. Соны есте сақтайық, шатастырып алмайық. Angry ашулы, hungry қарны аш. Одан кейін үйреткім келетін сөз бақытты, қуанышты деген мағынаны беретін happy сөзі. Happy бақытты, қуанышты, happy. Мысалы, былай айтуға болады. Мен бақыттымын, I'm happy. Мысалы, олар бақытты болса, they are happy. Олар бақытты деген мағынаны береді. Достар, осы жерде бір нәрсе. Көп адамдар happy деп оқып жатады. Негізі оны happy деп оқиды. Ағылшын тілінде дауыссыз дыбыс, яғни біркелкі дауыссыз дыбыс. Мысалы, happy дегені, яғни double p тұр ғой, соны happy деп оқымайсыз, happy деп оқисыз. Екеуінің біреуін оқисыз. Енді қараңыз, дәл сондай сөздерді үйретейін. Tennis, яғни tennis деп оқимыз. Қазақша tennis деп айта береміз, бірақ ағылшын тілінде оны tennis деп оқиды. Немесе одан бөлек wallet, яғни екі l тұрса да біреу оқылады. Дәл соны есте сақтаймыз. Яғни бір дауыссыз дыбыс екеуі қатарынан келетін болса, біреуін оқимыз. Келесі үйреткім келетін сөз sad, яғни көңіл күй түсіңкі, көңіл күй болмау деген мағына береді. Sad, мысалы, менің ағамның көңіл күйі жоқ деп айтыңыз келсе, my brother is sad. Sad дегеннің алдына артикль қоймаймыз, өйткені ол сын есім. Келесі үйреткім келетін сөз bored. Bored деген іші пысу деген мағынаны береді. Яғни іші пысу. Яғни мысалы, менің ішім пысты десе, I am bored. I'm bored, яғни ішім пысты деген мағына. Hot. Hot сөзі екі мағынада қолдануға болады. Мысалы, күнге байланысты қолдансаңыз болады. It's hot today десеңіз, бүгін күн ыстық деген мағынаны береді. It is hot today, яғни бүгін ыстық деген мағына. Екінші мағынасы адамға байланысты қолданатын болсақ, яғни ыстықтап тұр деген мағынада. I am hot, мысалы деген, мен ыстықтап тұрмын деген мағынада береді. Енді дәл соның антонимі cold, яғни I'm cold, яғни мен жаурап тұрмын деген мағынаны береді. Cold, жаурап тұру. Тағы да бір сөз tired, яғни шаршау деген мағына. Мен шаршап тұрмын деп айтатын болсаңыз, I am tired, яғни мен шаршаңқымын деген мағынаны береді. Құрметті үйренушілер, бүгін жаңа сөздер жаттадық. Бұлардың барлығын дұрыстап есте сақтау үшін дәптерге жазып алыңыздар, және де соны жаттауға тырысыңыздар. Мен қандай сөз берсем де, оны қолдану жүйесімен беремін. Яғни бұл сөздердің барлығы төбемен жүреді. Соны естен шығармайық.